Үшінші мегаполис тұрғындары жақында өткен парламент мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының сайлауына қатысты өз пікірлерін білдірді. Қарапайым Бұқараның сөзінше, дәл сол күні сайлау учаскелерінде қала азаматтарының саяси белсенділігі жоғары болған. Дегенмен кей азаматтар саяси жүйеге мүлдем араласқысы келмеген соң дауыс беруге қатыспадық деп отыр. Сайлау әділ өтті деп ойламаймын, бірақ ешқандай халықтың да несі аз, саны аз барып жатқан, ешқандай біреу жарым ғана әділ өткен жоқ сайлау меніңше. Әркім өзінің несіне қарай енді. Кім жоғары сол берді ғой деймін, өздерінің несіне қарай. Жіберді ғой енді, бірақ мен өзім неге бердім, Байтақ деген жаңадан шыққан неге партия. Бірақ ол өтпей қалды. Жаңадан не келема дегеннен бір леп. Ол болмады, ол несі жетпей қалды. Шын мәнінде де өзгеше болды. Сайлауға қатыстық. Бір мандаттық болсын, партия тізімі бойынша өткен депутаттардың ішіндегі қарап отырсақ, біршама жаңарған құрам. Енді осы құрам жақсы бір леп алып келіп, жақсы өзгерістер жасайтынына сенім мол. Шынымды айтсам, сайлауға қатысатындай уақытым болған жоқ, өйткені мен вақтымен жұмыста жұмыс істеймін. Сол үшін сайлауға қандай әділдік болғанын да білмеймін, әділетсіздік болғанын да білмеймін. Расын айтқанда, мен ол жағына шыны керек, өзім ойымды қосамайды екен. 29 наурызда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясы өтті. Онда мемлекет басшысы сайлауда жеңіске жетіп, жаңа мандатқа ие болған депутаттарға алдағы жұмыстарына табыс тіледі. Осы орайда қала жастары халық қалаулысы атанған азаматтардың елдің қамы үшін еңбектенетініне сенеміз дейді. Айта кетейік, биылғы сайлауға 7 саяси партия мен мажоритарлы жүйе бойынша бір мандатты округтерден үміткер тұлғалар қатысты. Жаңадан тіркелген мысалы республика партиясы болсын, ондағы таза толықтай бизнесмендерден құралғандығын ескеретін болсақ, шағын және орта бизнесті жүргізудегі жеңілдіктер және оған берілетін басымдықтар біршама жақсарады деп сенемін. Өздерінің құқықтарын сол жерде қорғап, жақсы ыңғайлы заң нормаларының енгізілуіне әсер етеді деген сенемін. Сенбеймін. Әділет, енді Инстаграмда айтып отыр, әділетті болған жоқ деп. Білмейміз ғой, өзіміз бармадық. Бардым, бірақ мен өзім бардым. Барған жерімде нем табылмады. Соны қайттық. Президент парламенттің бірлескен отырысында ақпараттық технология дамыған заманда халық бәрін жіті бақылап отыратынын атап өтті. Сондықтан президент депутаттардың ел алдындағы жауапкершілігі артқанын баса айтты. Халықтың тұрмыс сапасы әлі күнге дейін жақсы емес, құқықтық әділетсіздік белең алды. Бай мен кедейдің арасы алшақтай түскен. Алдағы 5 жылда үкімет және парламент осы негізгі мәселелердің шешімін табуы қажет. Әрдайым өзгерістердің бел ортасында болу керек. Сіздер шешім қабылдайсыздар және сол үшін жұрт алдында жауап бересіздер. Халықтың мүддесін тиімді қорғау және еліміздегі өзекті мәселелерді шешуге атсалысу үшін азаматтармен тығыз қарым-қатынас орнату қажет деді мемлекет басшысы. Конституциялық реформа арқылы бүкіл жүйені өзгертетін қадамдар жасалды. Президент 7 жылға бір рет қана сайланатын болды. Сондай-ақ парламенттің құзыреті мен қызметі қайта қаралды. Депутаттардың рөлі едәуір күшейді. Конституциялық сот құрылды. Бүкіл сот жүйесіне түбегейлі реформа жасау басталды. Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға қатысты жұмыс жаңаша сипат алды. Азаматтардың саяси өмірге емін еркін араласуына жол ашылды. Мемлекетімізді дамыту және ел мүддесін қорғау ісіне үлес қосасыздар деп сенемін. Мен 1 жыл бұрын осы ғимаратта халыққа жолдауымды жарияладым. Еліміз үшін аса маңызды сәтте саяси жаңғыру бағдарламасын ұсындым. Бастамаларымыз жұрттың шынайы қолдауына ие болды. Оған былтырғы референдумда айқын көз жеткіздік. Біз тәуекелге бел буып, бірден іске кірістік. 1 жылдың ішінде ауқымды жұмыс атқарылды. Конституциялық реформа арқылы бүкіл жүйені өзгертетін қадамдар жасалды. Президент 7 жылға бір рет қана сайланатын болды. Сондай-ақ парламенттің құзыреті мен қызметі қайта қаралды. Депутаттардың рөлі едәуір күшейді. Конституциялық сот құрылды. Бүкіл сот жүйесіне түбегейлі реформа жасау басталды.
Сайлау нәтижелері шығып, 8-ші сайланған парламенттің бірінші шақырылымында мәжіліс депутаттары Қазақстан халқына адал қызмет етуге ант берді. Әлеуметтік желілерде рәсімнен әсерлі сәттер таралып, біршама халық қалаулылары бұқараның сынына ілігіп қалған жайы бар. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарын қатаң бақылауға және өзіме жүктелген міндеттерді адал атқаруға ант етемін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституция мен заңдарында қатар бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Еліміздегі саяси дода аяқталып, сайланған депутаттар өз міндетін атқаруға кірісті. Осы орайда Шымкент тұрғындары мен қонақтарынан өңірде қай түйткілді мәселенің шешімі табылмай жатқанын сұрадық. Жергілікті азаматтардың біраз бөлігі жол мәселесі мен қымбатшылық, сондай-ақ қоғамдық көліктерге қатысты наразылығын жеткізді. Бүгінде олар аталған мәселелерге қалалық мәслихат депутаттары назар салып, заң аясында тиісті шараларды жүргізсе екен деген тілегін білдірді. Жол мәселесі мысалы бірінші орында, оның мындай нелер, су кететін нарықтар сондай салу керек. Су деген ағып мысалға бізде Құрсайда неғып жатыр. Үйге кіріп жатыр судың бәрі. Ешкім ондай неғып жатқан жоқ. Онкен жарық, свет мәселесі, су мәселесі сондай халыққа керек нәрсе сол ғой. Онкен мынау қымбатшылық базарда баға деген өте өсіп жатыр, жылдам өсіп жатыр. Алған ақшаның ешқандай несі жоқ, жетпейді неге. Ешқандай несі, не деді? Ақшаның енді құны жоқ та, құны жоғалып жатыр. Бұлайша барлығы жақсы сияқты, кейбір жерлерін енді реттеуге келтірсе болады. Оны енді әкімдер енді бұлайша қарап жатыр ғой. Менше әкімдеріміз өте керемет деп ойлаймын. Уақыт келсе бәріне жөндейді деп ойлаймын. Өзімізге ұнайды. Пробка көп таңғы уақытта и жолда түнде керек деп ойлаймын. Ал өзіңіз тұратын аймақта қандай? Жақсы, жолдың бәрі істелген, газ, су, свет бәрі бар. Құдайға шүкір. Осыдан біршама бұрын жауын-шашын жауған кездегі қаланың көп бөлігін су басып кетті. Соған байланысты арық бар, бірақ сол арықтарды тазалау, жөндеу, қалпына келтіру мәселесі өзекті деп ойлаймын. Екіншіден, мен түсініксіз жағдай, ол мына жолдар жөндеген кезде байқасаңыз, жолдар жөндетте ойып тастап кетеді, бірақ сол ойық бір айлап жатады да, бірден жөндемейді, бірден тегістемейді, бірақ жатады. Оған машиналарға өте ыңғайсыз. Немесе сол кезде, қазаған кезде бірден жабыстау керек, немесе кішкене дайын болған кезде бірақ қазу керек деп есептеймін. Басқа бәрі қалада жақсы. Біз Астанадан келдік, санаторияға демалып. Байынан қалада не проблема бар екен ол? Шымкент қалай ұнап жатыр ма енді? Иә, погодасы күшті, күшті таза. Ұнап жатыр өзімізге. Жолдардың барлығында нелер көп, жамау барлығы. Әсіресе өзім коммунизм жақта тұрам. Алдыңғы жылы ғана істеген жол, уже биылғы жылы жарамайды. Сол жолдарды реттеу керек деп ойлаймын жалпы. Например, мысалы, ходовка істейді, соның өзіне менде 150-200 теңгедей шығын болды. Осы жолдың кесірінен.
Айта кетейік, парламент мәжілісі 98 депутаттан тұрады. Сайлаудың нәтижесі бойынша партиялық тізіммен 6 партияның өкілдері өтті. Оларға барлығы 69 мандат берілді. Қалған 29 орын 1 мандатпен сайланған депутаттар арасында таратылады. Алдағы уақытта халық сайлаған депутаттар ел игілігі үшін қызмет етіп, республикалық және жергілікті жерлердегі өзекті мәселелерді шешуге септігін тигізеді деп сенеміз.